Қайырлы күн, құрметті телекөрермен, Каспианс арнасының тікелей эфирінде заңға сай арна қосулы болсын. Бүгінгі тақырып рақымшылық кімдерге жасалады. Студия қонағы Атырау қаласының нөмір 2 сотының судьясы Зәуре Қазақбайқызы, студиямызға қош келдіңіз. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Құрметті көрермен, біз сіздермен тікелей байланыстамыз. Егер тақырып аясында қояр сауалдарыңыз болса, 51-60-54 нөміріне хабарласа аласыздар. Сондай-ақ біз сіздермен әлеуметтік желілерде тікелей байланыстамыз. Өз сауалдарыңызды пікір ретінде қалдырсаңыздар болады. Және сіздер үшін арнайы WhatsApp желісі жұмыс жасап тұр. 705-221-1958 нөміріне сауалдарыңызды жазбаша түрде жолдай аласыздар. Зәуре Қазақбайқызы, студиямызға қош келдіңіз. Енді бүгінгі тақырып жалпы рақымшылық заңы туралы. Рақымшылық заңы кімдерге жасалады? Енді белгілі Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай осы рақымшылық заңы президенттің жарлығымен бекітілді, нақты жұмыстар атқарылып жатыр. Енді алдымен осы рақымшылық кімдерге жасалады, соған тоқталып өтсеңіз. Өте дұрыс айттыңыз. Осы 2021 жылдың 7 желтоқсанда Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығына байланысты рақымшылық жасау заңы елбасымыз президенті қол қойды. Және де ол сол 8 желтоқсаннан бастап қолданысқа енгізілді. Сол уақыттан бастап қазір осы соттарда қылмыстық істер бойынша және де жазасын өтеп жатқан сотталған адамдарға қатысты құжаттар бойынша осы рақымшылық заңын қолданып жатырмыз бүгінгі күнге дейін. Рақымшылық заңы бойынша кімдерге қолданылады деген сұрағыңызға, бұл заңда негізі ең бірінші әлеуметтік осал адамдар көрсетілген. Ол жерге яғни кәмелет жасқа толмаған адамдар қылмыс жасаған уақытта, одан кейін осы рақымшылық заңы қолданысқа енгізілген күнге, яғни 8 желтоқсан 2021 жылға дейін жастары 50-ге келген және 50-ден асқан әйел адамдар, 60 жасқа келген, 60 жастан асқан ер адамдар, сонымен қатар өздерінің асырауында кәмелет жасқа толмаған балалар бар, жалғыз өздері асырап отырған мүгедек балалары бар адамдар, дәл сол сияқты ер адамдарда, әйел адамдарға да, және өздерінің бірінші және екінші топтағы мүгедектер барлығы осы рақымшылық қолданысқа енгізілген күнге осындай мүгедектігі бар адамдарға қолданылуы көзделген. Одан басқа да бұл әлеуметтік осал адамдардан басқа ауырлығы қылмыстық теріс қылық жасаған, онша ауыр емес қылмыс жасаған, орта, ауыр және аса ауыр қылмыстар жасаған адамдардың кейбір санаттарына қолданылатыны көрсетілген. Енді қандай санаттарға қолданылатынын айтып өттіңіз. Енді кімдерге бұл рақымшылық заңы жүрмейді? Қандай санаттағы істерге қолданылмайды? Бұл рақымшылық жасау туралы заң қазіргі уақытта сот үкімімен сотты болып, жазасын өтеп жатқандарға қатысты қолданылады. Ал жазасын толық өтеп кеткен адамдар мына рақымшылық заңына дейін оларға қолданылмайды. Одан бөлек рақымшылық заңы экстремистік, террористік қылмыс жасағандар, сондай топтың құрамында қылмыс жасағандар, бұрын бірнеше рет сотталып жүріп қылмыстың қайталануы, қылмыстың қауіпті қайталану әрекеттерінде танылған адамдар бар. Бұдан бөлек жазаларын өтеп жүріп қасақана тағы қылмыс жасаған адамдар. Сол сияқты 1959 жылғы, 1997 және 2014 жылғы қолданыстағы қылмыстық кодексінің кейбір баптарымен сотталған адамдар, оның бәрі заңда тізімі көрсетілген. Сол заңның 4-ші бабында сол баптармен сотталған адамдарға қолданылмайды. Енді осы рақымшылық заңы бойынша оны жасаудың негізгі шарттары бар ма? Ол заңда қалай көрсетілген, соған тоқталып өтсеңіз. Әрине шарттар бар. Барлық кез келген сотталған адамға қатысты бұл рақымшылық заңы қолданылмайды. Қазіргі уақытта мына әйелдер колониясы деп айтамыз, осы Атырау қаласындағы О157-11 мекемесінде біршама әйелдер осы рақымшылық жасау туралы заңын қолдану туралы өтініш хаттар беруде. Олар алаяқтық қылмысы, яғни қылмыс кодексінің 190 бабының 3-4 бөлігімен сотты болып жазасын өтеп жатқандар. Осы заңда ол тікелей көрсетіп тұр. Бұл бапқа рақымшылық заң қолданылмайды. Яғни бапқа емес, сол баппен сотты болған адамдарға. Ең бірінші ол рақымшылық заңын қолдану үшін алдымен сол сотталған адамның қандай баппен сотталғанын қараймыз. Қай бапқа? Ол бапқа осы заңмен көзделген шектеулер жоқ па? Егер ондай шектеулер жоқ болатын болса, онда ол адамдар әуелі әлеуметтік осал адамдарға жата ма, жатпай ма? Өзім айтып кеттім, тізімін сол адамдарға. Соларға жататын болса, онда міндетті түрде ол қолданылады. Егер ондай топқа жатпайтын болса, жасаған қылмыстары
қылмыстық теріс қылық, онша ауыр емес жасайтын болса, жазадан босатылады. Ал егер қосымша жаза тағайындалған адамдар болса, олар тек негізгі жазасынан босатылады. Орташа санаттағы қылмыстар жасағандар, мына мүліктік залалдары бар жоғына қараймыз, мүліктік залалды өтеген өтемегеніне қаралады. Ауыр қылмыстар бойынша да дәл сондай негіздерге қарап, барлығын саралап, содан кейін барып сол осы заңның талабының бәріне сәйкес келсе, сол адамдарға рақымшылық заң қолданылып, не жазадан босатылады, не болмаса мерзімдері қысқарады, я жартысына қысқарады, 3/1 бөлігі деген, 5/1 бөлігі, 4/1 бөлігі деген, осындай өзінің әрқайсысының өзінің бөлек-бөлек тәртіптері бар. Ең бірінші қандай қылмыс екені бірінші сол анықталады дейсіз ғой? Иә, ең бірінші қандай баппен сотталады, сол бапқа осы заңмен тыйым салынған жоқ па, соны анықтаймыз. Содан кейін ары қарата қалған талаптарын қараймыз. Түсінікті. Құрметті көрермен, біз сіздермен тікелей байланыстамыз. Біздің бүгінгі тақырып рақымшылдық заңы туралы. Егер тақырып аясында қояр сауалдарыңыз болса, 51 60 54 нөміріне хабарласа аласыздар. Сондай-ақ біз сіздермен әлеуметтік желілерде тікелей байланыстамыз. Өз сауалдарыңызды пікір ретінде қалдырсаңыздар болады. Және сіздер үшін арнайы WhatsApp желісі жұмыс жасап тұр. 705 221 19 58 нөміріне сұрақтарыңызды жазбаша түрде жолдай аласыздар. Бүгінгі біздің студияның қонағы Атырау қаласы нөмір 2-ші сотының судьясы Зәуре Қазақбайқызы. Бізге WhatsApp желісі арқылы келген көрерменімізден сауал бар. Сәлеметсіз бе? 106-шы баптың 3-ші тармағымен сотталған 2018 жылы. Биыл 4 жыл болды. Енді 4 жылы бар. Биыл рақымшылық жасалып жатыр. Сол заң бойынша бұл баптағы іс іліне ма дейді. Енді алдымен 106-шы бап 3-ші тармақ жалпы қандай іс, соған тоқталып өтсеңіз. 106-шы бап ол қасақана ауыр зиян келтіру, және ол сол адамның өліміне әкеліп соғу абайсызда. Яғни бұл жерде адамның өліміне әкеліп соққан қылмыс болып отыр. 106-шы баптың 3-ші бөлігіне рақымшылық заң қолданылмайды. Сол баптың 1-ші бөлігіне қолданылады, 3-ші бөлігіне қолданылмайды. Яғни бұл кісі толық өзінің мерзімін 4 жылын өтеді дейді, енді 4 жылы толық өтеп шығады дейсіз. Енді осы жерде тағы бір түсіндіріп кететін жағдай бар. Бұл рақымшылық заң қолданылмаса да, ол адам егер жазасының жартысын өтеген болса, ол сол мерзімнен бұрын шартты босату туралы өтініш хат беруіне болады сотқа, немесе жазасының өтелмеген бөлігін неғұрлым жеңіл жазаға ауыстыру. Бұл қылмыс кодексінің 72-73 баптарында көзделген. Осы заң талаптарын қолданып өтініш беруіне болады сотқа. Яғни бұл өзі береді ғой бұл кісінің? Иә, әрине өзі өтініш хатты сотталған адамның өзі береді, ал рақымшылыққа қатысты ол мекеме беріледі. Енді тақырып аясында нақтырақ толығырақ айтып өтсеңіз, енді рақымшылық заңы бойынша өтініштерді кім береді, ол қалай жүзеге асырылады, оның арнайы құжаттарын қалай тапсырады, қанша уақыт кетеді деген сияқты. Түсінікті. Мына рақымшылық жасау туралы заң, бұл енді жаза өтеп жатқан адамдарға қатысты дедім, сондықтан да ұсынымды бірінші мына жаза өтеп жатқан мекеменің әкімшілігі береді, әр мекеменің. Сотталғандардың өзі де бере алады. Мекеме әкімшілігі бермесе, сотталғаны өзі де, мысалға кейбір мекеме әкімшілігі енді рақымшылық заңы қолданылуға жататын адамдарға қатысты береді ғой сотқа. Ал кейбір сотталғандар мысалға онымен келіспеуі мүмкін. Оның ойынша өзіне сол осы рақымшылық заң қолданылуға жатады. Мына осал адамдарға мен жатамын, асырауымда мүгедек балаларым бар деп сотталғандардың өздері де бере алады сотқа. Егер мекеме әкімшілігіне берілетін болса, ол сол сотталғанға қатысты бүкіл құжаттар беріледі, соттың үкімі, оның жаза өтеп жатқан жөнінде мәліметі, үкім бойынша мүліктік талабы бар ма, жоқ па, осындай. Ал егер сотталғандардың өзі беретін болса, олар тек қана бір ғана өтінішпен сотқа өтініш хат жазалады. Ол уақытта сол қай жерде жаза өтеп жатыр, сол мекеменің әкімшілігі тез арада сотқа қалған қажетті құжатты солар табыс етеді. Енді мекеменің қызметкерлері бере алады дедіңіз, манағы мекеме әкімшілігі және өзі де бере алады. Енді туыстары, ағайындары бере ала ма? Жоқ, туыстары, ағайындары бере алмайды. Тек сотталғаны өзі ғана береді. Енді біз тікелей эфирдеміз. Бізге WhatsApp желісі арқылы келген көрерменімізден сауал бар екен. Рақымшылық заңы тек сотталған азаматтарға ғана қолданыла ма дейді. Әрине, жаңа мен өзімнің сөзімнің бас жағында айтып кеттім, қандай адамдарға қолданылмайды деген. Бұл рақымшылық заңы қолданысқа енгізілген күн, ол 2021 жылдың 8 желтоқсаны. Сол күнге жазасы аяқталғандар оларға қолданылмайды. Тек нақты осы заң қолданып жатқан кезде жаза өтеп жатқан адамдарға, себебі олардың мерзімін қысқарту керек болады, жазадан босату керек болады. Ал жазасы бітіп кеткен болса, аяқталып, оған қолданылмайды. Түсінікті. Енді бізге жаңа хабарласқан
хат жолдаған көрерменіміздің сауалы бар екен. Жаңа айтып өттіңіздер, мерзімінен босап шығуға болады деп дейді. Бірақ екінші тараптан кешірім берілмеген еді дейді. Олай бола ма, сонда да мен мерзімінен босап шығуға ілгедім екен дейді. Түсінікті оның сұрағы. Немесе өтініш жазуға бола ма? Мен жаңа түсіндіріп айтқаным, рақымшылық заң қолданылмаса да ол адам мерзімнен бұрын шартты түрде босату туралы өтініш хат бере алады деп. Әрине ол өтініш хатты бере алады. Бірақ ол өтініш хат сотқа түскеннен кейін оған соны қарайтын төрағалық етуші барлық жан-жағынан қарайды. Ол адамды босатуға лайықты ма, жоқ, босатуға лайықсыз ба? Ол жерде міндетті түрде жәбірленуші тараптың да пікірі ескеріледі. Бұл жа сұрақ қойып отырған көрермен сол мәселені айтып отыр ғой. Өтініш хат беру деген ол міндетті түрде босатылады деген сөз емес. Ол өтініш хат бере алады соттың алдына. Ол әлі қаралады, нақтыланады, берілген құжаттардың бәріне баға беріледі және міндетті түрде жәбірленуші тараптың да пікірі ескеріледі. Бірақ өтініш бере алады. Өтініш хат бере алады. Түсінікті. Енді WhatsApp желісі арқылы келген көрерменімізден тағы бір сауал бар екен. Сәлеметсіздер ме? 6 баласы бар, күйеуі жоқ, жалғыз басты ана, 190 баптың 4-ші бөлігімен сотталған, рақымшылық заңына іліне ме дейді. Тағы бір көрермендерімізге нақтырақ тарқатып өтсеңіз. Бұл да жаңа мен осы заң қалай қолданылады деген кезде айттым. Бірінші ең алдымен біз баптарды тексереміз. Ол рақымшылық заң қолданылады ма, жоқ қолданылмайды ма? 190 баптың 4-ші бөлігіне рақымшылық заң қолданылмайды. Оған заңмен нақты тыйым салып тұр. Сондықтан да ол адамның кәмелет жасқа толмаған балалары бар, жоғы, ол оған уже ол ескерілмейді. Яғни ол осал, әлеуметтік осал адамға жатуы мүмкін тізім бойынша, бірақ оның бабына рақымшылық заң қолданылмайды. Сондықтан да ол заң сізге қатысты қолданылмайды. Түсінікті. Енді осы рақымшылық заңына өтініш берді делік, мекеме әкімшілігі не болмаса өтінішті өзі берді делік. Жалпы енді шешімі қанша уақытта белгілі болады, қанша уақытта қаралады, нақты бір мерзімі бар ма? Бұл рақымшылық заңын қолдану туралы өтініш хаттар басқа да сол сотқа беретін өтініш хаттар сияқты сотқа түскен уақыттан бастап 1 ай мерзім ішінде қаралуы керек. Әрине бұл рақымшылық заңын қараған кезде, мысалы жазадан босатылатын жағдайлар болады. Ондай кезде оны жылдам, ол 1 айдың мерзімін күтпей, сол әрбір судья өзінің өндірісіне түскеннен кейін өзінің жаңағы істерді қарайтын тізбесіне қарап тағайындайды және қарайды. 1 ай мерзім ішінде қаралып, бірденен сол бір сот процесіне қаралады, бірденен сол сот процесінің аяғында соттың шешімі шығады, бірденен жариялайды. Яғни 1 ай мерзім ішінде аралығында беріледі. Енді өтініш қандай жағдайда қабылданбайды, қандай жағдайда кері қайтарылады? Өтініш хат қабылданбайтын кездері деген ол жоқ қазіргі уақытта. Өтініш хатты мүмкін кемшіліктері болуы мүмкін, мысалға ішінде тиісті құжаттары жоқ болуы мүмкін. Сондай жағдайда сол кемшіліктерді түзету үшін қайтарылуы мүмкін. Бірақ бүгінгі күні мына рақымшылық заңы бұл енді жазасын өтеп жатқан адамдар үшін өте маңызды. Сондықтан да оны құжаттарды кері қайтарып, немесе қайта-қайта түзетіп, ондайға жол беріп жатырғанымыз жоқ. Барынша жылдам, тез құжаттардың түгелімен реттеліп келгенін қадағалап отырмыз. Әрбір мекеме әкімшілігі қазір қандай құжат керек екенін біледі, барлығы толық тапсырылып отыр. Енді бұл рақымшылық туралы заң Қазақстан Республикасында осымен 9-шы рет қабылданып отыр екен. Жалпы ең бірінші 1994 жылы қабылданған. Енді осы биылғы Қазақстан Республикасының 30 жылдығына арналған рақымшылық заңының осыған дейінгі қабылданған рақымшылық заңнан қандай бір ерекшелігі, өзгешелігі бар ма? Иә, әрбір жылда қолданылатын рақымшылық заңның өзінше бір өзгешеліктер болады. Осы рақымшылық заңның қандай өзгешеліктер дегенге мысалға айтуға болады. Осының алдындағы тәуелсіздіктің 25 жылдығына қатысты шығарылған рақымшылық заңында бұрын рақымшылық заңы қолданылған адамдарға қатысты қолданылмайтын. Ал мына осы қазіргі 30 жылдыққа шығарылып отырған рақымшылық заңда ондай шектеу жоқ. Яғни ол бұрында да қылмыс жасап рақымшылық жасау арқылы босатылса да, осы қазіргі таңда егер осы заңға сәйкес келіп тұрса, оған қолданыла береді. Сол сияқты мысалға 2006 жылы болған рақымшылық заңында осы заң рақымшылық заңын қолданған адамдардың соттылығы бірге алынып тасталған, сондай болған. Яғни жазадан да босатылады, соттылық да жойылады. Ал одан кейінгі рақымшылық жасау заңдары осы және осы 30 жылдыққа да орай шыққанда соттылық сол өзі заңда көзделген қылмыс кодексінің 79-шы бабына сай, әрбір қылмыстан босағаннан кейін, мысалға ауыр қылмыстар болса 6 жыл деген сияқты осындай мерзімдер сақталады. Осындай өзгешеліктер бар. Ерекшеліктері бар дейсіз ғой.
Түсінікті. Құрметті көрермен, біз сіздермен тікелей байланыстамыз. Біздің бүгінгі тақырып рақымшылдық заңы туралы. Студия қонағы Атырау қаласы нөмір 2 сотының судьясы Зәуре Қазақбай. Егер тақырып аясында қояр сауалдарыңыз болса, 516054 нөміріне хабарласа аласыздар, және біз сіздермен әлеуметтік желілерде тікелей байланыстамыз. Өз сауалдарыңызды пікір ретінде қалдырсаңыздар болады. Және сіздер үшін арнайы WhatsApp желісі жұмыс жасап тұр. 705-221-1958 нөміріне сұрақтарыңызды тек жазбаша түрде ғана жолдай аласыздар. Енді жаңа айтып өттіңіз, бұл рақымшылық туралы заң 8 желтоқсаннан бастап өз күшіне енді деп, иә. Енді осы кезге дейін енді көп уақыт өткен жоқ, дегенмен де Атырау қаласы бойынша қанша іс осы рақымшылық заңына ілінді, оның ішінде қандай санаттар бар, соған тоқталып өтсеңіз. 2021 жылдың 8 желтоқсанынан бастап қолданысқа енгізілгенде, ар жағында сол бір айға жақын уақыттың ішінде, және осы бүгінгі күнге дейін қазір 207 құжат қаралып отыр. Бұл енді тек мына сотталғандарға қатысты материалдар бойынша. Солардың қазіргі уақытта 158-і қаралып, қанағаттандырылып отыр. 40 шақты материал бойынша қанағаттандырудан бас тартылып отыр. Оның себебі жаңағы өздеріне қатысты рақымшылық заң қолдануға тиісті деп есептейтін, жаңа сотты болған баптары рақымшылық заң қолдануға болмайтын сотталғандар. Яғни заңға келмейді. Заңға келмейді, сәйкес келмейді. Сонда да өтініш хат бергенімен, әрине оның құқы бар ғой, енді берген соң. Соларға қатысты 40 материал бойынша қанағаттандырусыз қалдырылып отыр. Барлығы осы 207. Бұдан бөлек қылмыстық істер де бар. Қылмыстық істер, енді оның қаншамасы түсіп рақымшылық заңы бойынша деп айтуға болмайды. Себебі кез келген қылмыстық іс, бүгінгі күні мысалы қаралып жатқан қылмыстық іс 8 желтоқсан күнінен бастап рақымшылық енгеннен кейін ол заңды қолдануға біз міндеттіміз. Сол қаралып жатқан істер бойынша да егер баптар сәйкес келетін болса, жазадан босатылып, немесе жазаларын үкім шығарып жаза тағайындағанда мерзімдерін қысқартылып солай қаралып жатыр. Ол бойынша рақымшылық заңы бойынша қылмыстық істің түскен саны деп айтуға болмайды. Ол күнделікті қаралып жатқан істер бойынша бірденен осы заң қолданылып кетіп жатыр қазір. Яғни бірден іс түскен кезде осы рақымшылық заңына сәйкес келе ме, әлде басқаша ма деген сияқты қарастырылады. Сол іс түскен кезде бабы, басқа жағдайын барлығы осы талаптарға сәйкес келетін болса, сол сот процесінің үстінде жазадан босатып тоқтатылып жатыр, не болмаса жазалары, мерзімдер қысқартылып, сондай үкімдер шығарылып. Енді жаңа айтып өттіңіз, 207 өтініш берілді, соның 158-і қанағаттандырылды деп. Енді қандай санаттағы істер бойынша қанағаттандырды, көбіне енді қандай істер қаралды, қандай шешім қабылданды, мерзімінен босату, немесе бір жеңілдік жылына деген сияқты. Оның ішінде мысалға қылмыстық теріс қылық жасағандар бар, және де ауырлығы онша ауыр емес қылмыстар бар. Осындай қылмыстар бойынша олар егер қосымша жаза көзделмесе санкциясында, онда бірденен жазадан босатылып жатыр. Мысалы, колонияларда У157 бір мекемесі, 9 мекемелер бар, сол жерде жаза өтеп жатқандардікі мерзімі бәрі сәйкес келіп тұрса, жазадан босатып, бірденен соттың қаулысы шыққан уақытта олар сол күні жаза өтеу орнынан босатылып жатыр. Одан басқа ауырлығы орташа санаттар, мысалға ұрлықты алатын болсақ, 188 баптың 3-ші бөлігінің 2-ші тармағы, яғни қайталап жасаған 4-ші тармағымен қылмысты қайталап жасағандарға қолданылмайды. Дәл сондай ұрлық, мысалы тұрғын үйге жайға кіріп жасағандар болса, олар қолданылады. Заңда осылай бір баптың өзін әрбір тармақтарына бөліп көрсетілген. Жаңа 190 бабының 3-ші, 4-ші бөлігінен қолданылмайды дедік қой, ал оның керісінше 1-ші, 2-ші бөліктеріне қолданылады. Мысалы, осындай санаттарға қолданылып жатырмыз. Жазаларының мерзімдерін қысқартып, 3-тен 1 бөлігі, 4-тен 1 бөлігі барлығын есептеп, сол шығарған соттың актісінде көрсетіліп тұрады, қайсы қанша мерзімге қысқартылған жөнінде. Көбінесе енді санаттар бізге қаралып жатырған қазір ұрлық қылмыстары, алаяқтық қылмыстар, сосын мына жаңағы жол көлік оқиғасына қатысты абайсызда кісі өліміне әкеп соғатын қылмыстар, міне осындай санаттар қаралып жатыр. Енді жаңа айтып өттік қой, осы кезге дейін бірнеше рақымшылық заңы Қазақстан Республикасында енгізілді деп. Осы бұрын осы рақымшылық заңына ілініп, енді жазасын өтеп шықты делік. Кейін тағы да бір қылмыс жасап,
азаматқа тағы да осы рақымшылық заңы қолданыла ма, әлде ол мүлдем бас тартыла ма ол заңнан? Қазіргі осы қазіргі қолданыстағы рақымшылық заңы бойынша ондай шектеу жоқ. Егер ол бұрын қандай да бір баппен сотты болып жазасын өтеп шығып, қазіргі уақытта жасаған қылмысы мысалы онша ауыр емес болса, қылмыстық теріс қылық болса, олар жазадан босатыла береді. Түсінікті. Құрметті көрермен, біз сіздермен тікелей байланыстамыз. Біздің бүгінгі тақырып рақымшылық кімдерге жасалады, яғни рақымшылық заңы туралы. Егер тақырып аясында қояр сауалдарыңыз болса, 51-60-54 нөміріне хабарласа аласыздар. Сондай-ақ біз сіздермен әлеуметтік желілерде де тікелей байланыстамыз. Өз сауалдарыңызды пікір ретінде қалдырсаңыздар болады. Және 705-221-1958 WhatsApp нөміріне сауалдарыңызды тек жазбаша түрде ғана жолдай аласыздар. Бізге WhatsApp желісі арқылы келген көрермендерімізден сауал бар. Рақымшылықпен шыққан адам ішкі істер органдарында қандай бақылау есебінде қойылады дейді. Енді белгілі бір тіркеуде тұра ма деген сияқты, есепте тұра ма деген. Рақымшылық заңы қолданылып, егер жазадан толық босатылатын болса, ол арнайы барып есепке тұр дейтін заң талабы жоқ. Бірақ жалпы өзі сотты болған адамдар жасаған қылмыстарына қарай, ауырлығына қарай, мысалға экстремистер, терроризм қылмыстары болатын шығар мысалға. Олар өзі әрбір полиция органдарында өздерінің ішкі тәртіп ережелеріне сай сотталғандар өздері бақылауда болады. Әрбір учаскелік инспектордың бақылауында болады. Ал рақымшылық жасау туралы заң қолданылып, жазадан босатылған адам полицияға бар бақылауға тұру керек, оған міндетті түрде бақылау жасалу керек дейтін талап жоқ. Енді жалпы осы рақымшылық заңы бойынша сіздің тәжірибеңізде өзіңіздің жалпы жеке қандай істер қаралды? Қазір енді әртүрлі санаттағы жаза өтеп жатқан, көбінесе жаңа айтып отырғандай мына ұрлық қылмыстары, алаяқтық қылмыстар әрине рақымшылық заңына қолданылатын. Содан кейін мына қылмыстық теріс қылық жасағандар көбінесе олар жазадан босатып жатырмыз. Қазір мына жеке айыптау істері бар, мына халықтың арасында көп қорлау фактілер бойынша жаңа бір-бірлеріне осы WhatsApp желісі арқылы әртүрлі сөздер жібереді. Мына осындай істер, жеңіл істерді ауырлығына қарай орташа босатып жатырмыз. Ал мына ауыр қылмыстар жаңағы 106-шы бап деп бағана айтты, абайсызда жаңа қасақана ауыр зиян келтіру, ондай ауыр санаттардікі тек мерзімдері олардың қысқарады. Енді соттылықты жоюға тоқталып өтсеңіз, жалпы жаңа көрерменіміз айтты ғой, рақымшылық заңы бойынша белгілі бір неде тұра ма деп, есепте тұра ма деп. Сол бойынша тоқталып өтсеңіз, соттылықты қалай жойылады? Енді бізге көрермендеріміз WhatsApp желісі арқылы хабарласып жатыр. Құрметті көрермен, сіздер WhatsApp желісіне тек сауалдарыңызды жазбаша түрде жолдай аласыздар, ал сұрақтарыңызды 51-60-54 нөміріне хабарласып қойсаңыздар болады. Соттылыққа қатысты ол қылмыс кодексінің 79-шы бабында көзделген. Рақымшылық заңы қолданылып, жазадан босатылғанмен әрбір өзі жазаның соттылықтары болады. Мысалға, бас бостандығынан айырмайтын жазалар, мысалы қоғамдық жұмыс болады, шектеу жазалар болады. Олар жазасы аяқталған күні соттылығы да жойылады. Ал бас бостандығынан айыру жазасын өтейтін адамдар болады. Олардың санаттарынан қарай, мысалға, орташа ауырлығы, онша ауыр емес қылмыстар жазаларын өтегеннен кейін 1 жылдың ішінде соттылығы жойылады. Ауыр қылмыс жасағандар 6 жыл өту керек. Жазасын өтеп шыққаннан кейін 6 жыл өткеннен кейін соттылықтар жойылады. Енді осы рақымшылық заңы бойынша тоқталып өтсең. Соттылық жойылады деген сөз емес. Рақымшылық заң қолданылады, ол тек жазадан босайды. Соттылығына қатысты ешқандай мәселе жоқ. Соттылық ол сол заңда қалай көзделген, сол мерзімдермен ары қарата соттылық жойыла береді. Енді осы рақымшылық заңын қолданар кезде жалпы ол азаматтың деп алайық, мысалға, оның тәртібі жалпы ескеріле ма? Ескеріледі. Мына жаза өтеу орнында адамдарға, егер жаза өтеу барысында жаза тәртібін қаскөйлікпен бұзған болса, және де олардың мінездері теріс деп бағаланған болса, оларға рақымшылық заң қолданылмайды. Рақымшылық заңы тек қана жазаларын дұрыс өтеп жатқан, мүліктік залаларын орын толтырып әрекет етіп жатқан, ешқандай жаза тәртібін бұзбай, тәртіптері тек оң дәреже алған сотталғандарға қолданылады. Енді жалпы қылмыстық жазадан деп айтайық, жауаптылықтан қандай жағдайда босатылады? Егер рақымшылық заңына байланысты емес, жалпы ма? Жалпы қылмыстық істерге қатысты. Жалпы қылмыстық істер.
жазадан және жауаптылықтан босатылу ол бірнеше баптар бар көзделген қылмыс кодексінде. Ол мысалға татуласу кезінде өзара бір-бірлерімен қылмыспен келтірген залалды босатып, залалдың орнын толтырып, жәбірленушімен татуласып жатса, жаңа қылмыстың санатына байланысты ауыр емес, онша ауыр емес, ауырлық орташа және қылмыс теріс қылықтар. Сондай жағдайда тоқтатылады. Болмаса, жаңа кінәларын шынайы мойындап, шынайы өкінушілік білдірген жағдайда босатылады. Не болмаса, жаңағы жағдайының өзгеруіне байланысты босатылады. Денсаулық жағдайларына байланысты, мысалы, жаза өтеп жатқан адамдардың аурулары болуы мүмкін, ары қарата жазаны өтеуге мүмкіндік бермейтін өзінің жаңағы неде көрсетілген тізім бар. Сондай жағдайда аурулығына байланысты, денсаулығына байланысты босатылуы мүмкін. Не болмаса, мына ненің қылмыстық жауаптылыққа тартылу, ескіру мерзімдері өтіп кетеді. Сондай жағдайда босатылу бірнеше тәртібі бар. Жауаптылықтан босату көзделген. Енді шартты түрде босату деген қандай? Шартты түрде босату деген ол қылмыс кодексінің 72-ші бабында көзделген. Мына жаза өтеп жатқан адамдар, мысалы бағана сұрақ қойды бір көрермен, ауыр қылмыс 106-шы бап деп отырған. Егер соны мысалға алатын болсақ, ол ауыр қылмыс. Ауыр қылмыс жасаған адамдар жазасының тең жартысын өтегеннен кейін тәртібі дұрыс болатын болса, ешқандай мүліктік талап жоқ болатын болса, жаза өтеу тәртібін қаскөйлікпен бұзбай, залал орнын толтырған жағдайда оны сот босатуға міндетті. Қазіргі заң талабына сай мерзімі келсе, өтініш берсе, сот оны босатады шартты түрде. Дәл сол сияқты әрбір санаттың мерзімдері бар. Мысалы, 4/1 бөлігін өтеген жағдайда, 3/1 бөлігін жаңағы жартысын өтеген деген сияқты осындай жағдайларда босатылады ол. Енді осы рақымшылық заңы бойынша, мысалы, сот процесі, жалпы сот үкімі Атырау қаласында шығарылды делік, бірақ жазасын Қазақстан Республикасының басқа бір қаласында өтеп жатыр. Осы бойынша рақымшылық заңына қалай қарастырылады, жалпы қалай жүзеге асырылады? Рақымшылық жасау туралы заң әрбір сотталған адам ол қай сотпен үкім шыққанына байланысты емес, жаза өтеп жатқан орындарында орналасқан соттарда қаралады. Мысалға, ол Атырау қаласында үкім шығуы мүмкін, бірақ жазасын мысалға Шымкент қаласында өтеп жатуы мүмкін. Онда сол өзінің қай жерде өтеп жатыр, Шымкент қаласы, сол жердің аумағына қарайтын соттың несінде ол іс жүргізуінде. Яғни бұл соттың үкімі қайдан шыққаны, қай қаладан шыққаны ол маңызды емес. Жаза өтеп жатқан орында бойынша болады. Қай жерде өзі тұрып жатыр, не болмаса қай жерде жаза өтеп жатыр, сол жерге береді. Енді осы рақымшылық заңы бойынша енді Қазақстан Республикасында басқа бір шетел азаматтары делік, құқық бұзса немесе осындай қылмыстық жауапкершілікке тартылса, ол кісілерге бұл рақымшылық заңы қалай жүргізіледі? Егер ол осы Қазақстан территориясының аумағында қылмыс жасап, осы Қазақстанның заңымен сотты болатын болса, осы рақымшылық заңы бойынша да босатады, соған іліне береді. Және де басқа да халықаралық шарттарда ондай көзделмесе, осы заңмен босатыла береді. Ол туралы бір нақты бөліп айтылмаған дейсіз ғой заңда. Түсінікті. Құрметті көрермен, біз сіздермен тікелей байланыстамыз. Егер тақырып аясында қояр сауалдарыңыз болса, 51-60-54 нөміріне хабарласа аласыздар, және біз сіздермен әлеуметтік желілерде тікелей байланыстамыз. Өз сауалдарыңызды 705-221-1958 WhatsApp нөміріне де жолдай аласыздар. Студия қонағы Атырау қаласының нөмір 2-ші сотының судьясы Зәуре Қазақбайқызы. Енді Атырау қаласындағы жалпы басқа Қазақстан Республикасындағы басқа қалалармен, басқа өңірлермен салыстырып көрейік. Көбінесе осы Атырау өңірінде қандай қылмыстық істер дейік, я болмаса қандай түрлері дейік жасалады? Басқа өңірлермен салыстыра алмаймыз, себебі ол өңірлерде қандай қылмыс жасалып жатқан жөнінде мәліметтер онда бізде жоқ. Бірақ осы Атырау қаласын алатын болсақ, өзіміздің күнделікті қарап отырған қылмыстық істерді алатын болсақ, ең көп осы белес алып отырған ол алаяқтық қылмыстар. Әлде азаяр емес, қаншама жауапкершілікке тартылғанымен, мына халықтың адамдардың берген арзан, оңай жолмен, мысалы, жер алу болсын, пәтер алу болсын, не болмаса басқа қазір енді мына банктерде несие алып берем дейтін. Онлайн алаяқтық бар. Онлайн алаяқтық, мына пәтер жалға берем деп бір басқа адамның пәтерлерін суретке неге жарнамаға шығарып, осы алаяқтық өте көп бізде. Бірінші кезде алаяқтық деп айтар алар едім, екіншісі ол ұрлық деп айтуға болады. Осы екі қылмыс өте көп. Енді осы алаяқтық пен ұрлық енді көп кездеседі деп айтып өтіңіз. Дегенмен де осы қылмыстық түрлер бойынша рақымшылық заңына іліге ма, қандай санаттары бойынша ілігеді, оның манағы мысалы алаяқтық немесе мынандай бап бойынша деген бөліне ме?
Иә, алаяқтың өзі бірінші, екінші, үшінші, төртінші деген өзінің тармақтары бар, бөліктері бар. Үшінші мен төртінші ол енді ірі мөлшерде бірнеше рет қайталап жасаған алаяқтар. Төртінші бөліктер аса ірі мөлшерде, міне осы үшінші, төртінші бөліктеріне қолданылмайды. Рақымшылық заң шектеу қойып отыр. Бұрынғы бұған дейінгі рақымшылық жасау туралы заңдарда ондай шектеулер болмаған. Тек бір бапты көрсетеді, ана тармақтармен бөлек-бөлектері. Мына ұрлықты алып отырсақ, ұрлық мысалға 188 баптың үшінші бөлігі бір соның өзінің мысалы тұрғын үй жайға кіру ол үшінші тармағы, сол үшінші бөліктің үшінші тармағы. Ал бірнеше рет жасау ол төртіншісі тармағы. Міне сол бірнеше рет жасаған адамдарға қолданбайды. Яғни бұл қайталап қылмыс жасап, түзелу жолына түспей жүрген адамдар деп бөліп отырған болу керек. Ал тұрғын үйге жайға бірінші рет жасап жатқан қылмыстарға оған босатылады, қолданылады. Соның бәрін мұқият қарау керек. Бір ұрлық жасалатын, бірақ әрбір адамның, сотталған адамның әрекеттері. Бірнеше рет ұрлықты тоқтатпай тұрған адамдарға бөліп жасаған қолданылмай, ал бір ғана рет ұрлық жасағандар олар босатылып отыр. Бірінші бөліктері, екінші бөліктері оларға қолданылады. Енді рақымшылық заңы бойынша енді нақтырақ тоқталып өттіңіз. Жалпы енді бізде уақытта аз болып қалды. Енді қысқаша қылмыстық процестік өзгерістердегі толықтырулар мен қашан енгізілді өзгерістер соған? Қылмыс процесс жалпы мына қолданыстағы заңнамаларға үнемі өзгерістер енгізіліп отырады. Ол енді заманның талабы, әрбір жауапкершілікті күшейту мәселесі деген сияқты. Соңғы рет қылмыстық заңнамаларға, соның ішінде 2021 жылдың 27 желтоқсанында болды. Бұл енді қылмыстық кодексіне де болды, қылмыс процесс кодексіне болды. Бұл мына жаңағы үш буынды модельді ендіру қатысты болды. Бұл үш буынды модельді ендіру деген бұл жаңағы прокуратура, полиция және сот органдарының әрқайсының өкілеттіліктері мен жауапкершіліктерінің ара жігін бөліп бекіту. Мысалы, полиция қазіргі мына осы өзгерістерге байланысты тек қана қылмысты ашу, оны жасаған адамды анықтау, оған қатысты айғақтар бар, дәлелдер бар, соның бәрін бекіту, жинау, осымен айналысу керек. Ал прокуратура осы жиналған дәлелдемелердің бәріне баға береді де, маңызды процессуалдық шешімдерді қабылдап, сотта айыпты қолдайды. Ал сот өз кезегінде тек қана осы органдардың берген әрекеттеріне шағымдарды қарайды және түпкілікті тек үкім шығарумен ғана айналысу керек. Осылай әрқайсысын, әр органның ара жігіттерін нақты үш органды бөлген, үш буынды модель деп отырған осыған қатысты өзгерістер болды соңғы рет. Түсінікті. Енді Зәуре Қазақбайқызы біздің бүгінгі тікелей эфирге келіп, біздің сауалға және көрермен сауалдарына жауап бергеніңіз үшін рахмет. Құрметті көрермен, тікелей эфирдегі заңға сай хабар осымен аяқталды. Әр аптаның бейсенбісінде арна қосулы болсын. Амандықта жүздескенше сау болыңыздар.